Ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан Қазақстанды азат сүйгіш, рухы биік, намысы берік ел ретінде жариялаған тәуелсіздік күні құтты болсын. Бүгін біздің ғасырлар бойы аңсап күткен тәуелсіздігімізге 33 жыл толып отыр. Осы күнде Қазақстанның күрделі көркеюіне үлкен үлес қосқан қазақстандықтарға алғысымды айтқым келеді. Сіздерге мықты денсаулық, жұмыстарыңыз табысты болсын деп тілеймін. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Көк туымды қолыма бүгін берік ұстадым, түсті бақыт жоғыма менің Қазақстаным. Тәуелсіз елім, тәуелсіздік тартуын отаймын, тәуелсіздік маңдайдағы бақым бол, тәуелсіздік сыбағасы халқымның, тәуелсіздік таймай тұғын тағым бол. Тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешек кепілі, тәуелсіздік жұртын сені бағалар, тәуелсіздік өттерді мемлекет. Борыштарымыз азат елдің таңына, тәуелсіздік деген ұлы сезімін, Алла берген аманат. Мен бір соны әпке ердім, көзімін жүрек жүрген ризалап. Менің үшін балам үшін күрескен, азаттарына әперілге менен ертегіне ілескен. Мойшабақты көтеріп, қара жүрген жастарымен құлаған қазақ тілін жазу. Тәуелсіздік елім деген, бақыт құсы самал ұшқан көлінде, қазақ деген ғажап халық қашанда көк бөріне ұрпағымның тегінде. Тәуелсіздік жетістіктері. 1991 жылы Қазақстан егеменді ел болды. Еліміздің тәуелсіздігін ең алғаш болып мұхиттың ар жағында жатқан Америка құрама штаттары, екінші Қытай, содан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Монғолия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран ислам мемлекеттері мойындады. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан біріккен ұйымдар мүшесі атанды. Осы жылы мемлекеттерімізде әнұран, елтаңба және туды жазуға конкурс жарияланды. 1992 жылдың 4 маусымында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранı туралы заңға қол қойды. 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасы тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жылдың 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға енді. 1997 жылы 20 қазанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. 1999 жылы елордамыз Ақмола Астана аты берілді. 2004 жылы 24 желтоқсанда Ақорда резиденциясы ашылды. Жылдың қаңтарында мемлекетіміздің жаңа әнұраны қабылданды. Әнұранның негізіне Жұмекен Нәжімеденовтың сөзіне жазылған композитор Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні алынды. Қолданыстағы әнұранның мәтініне тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың енгізген өзгерістерін парламент қабылдады. Әнұранның заңды авторларының бірі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толтырулардың негізінде жаңа мейрам 60 шілдеде Астана күні тарихқа кірді. Сонымен қатар елордада қазақ елі монументі ашылды. 2011 жылы Қазақстанда алғашқы қысқы Азия ойындары өтті. Қазақстанның намысын қорғаған спортшылар 70 медаль берілді. Оның 38-і алтын, 21 күміс, 18-і қола. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 үйірмесі өтті. Аталған көрме 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында Астанада өтті. Оны тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірінен 3 миллион адам келді. Ал көрмені өткізуге 115 мемлекет пен 22 халықаралық ұйым қатысты. 2019 жылы Қазақстан шет достық оқиғаларға толы болды. 19 наурызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін тоқтатты. 9 маусымда кезектен тыс сайлаудың 70%-нан астам даусынан Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 2020 жылды тәуелсіздіктің 33 жылдығы ретінде ол өткен жылдарымызды зерттеулерге тапсырды. желбірегені
қазақ өлеңін жан жаққа тарпай қазағым бір сөзге жинал